Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Бүгін мен сіздерге қазіргі уақытта хабар арнасынан көрсетіліп жатқан ойнайық ойынының шаблонын құрастырдым, соны көрсетемін. Бұл ойын негізі ол неде хабар арнасында қазіргі уақытта 5-ші несі көрсетіп жатыр, оның 3-ші, 5-ші нелері бар. Сол бойынша енді соған ұқсас етіп мектепте сабақта қолдану үшін осыны құрастырдым. Енді бұл 3 кезеңнен тұрады негізі. Мынау бірінші кезеңі бізде рас өтірік. Екінші кезеңі суреттер бойынша жасадым мен, негізі видео қойса да болады. Үшінші кезеңі бұл жерде тұлға тоғырыста. Жаңағы бір тіркес сөздер болады ғой, сондай сөздерді кім айтқан деген сияқты, авторды анықтаңыз деген сияқты. Енді сразу ашып көрсетейін, пока слайд сначала деп ашамыз. Ойынымыз осылай басталады. Өзінің осындай дауысы бар, титульный дауысы. Ойынды бастау деген батырман басамыз. Бұл жерде 2 топ қатысып, негізі мынаны алып тастап, басқаша етіп қолдануға да болады. Енді көбінесе 2 топ бұл ойынның шарты бойынша. Енді топтың атауын жазуға болады мына жерде. Келесі деген батырмаға басамыз. Осылай бізге кезеңдерін көрсетеді. Кезеңнің атауларын мен осылай жазып қоя салдым. Мысалы, зияткерлік бәйге, тапқырлар тартысы, одан кейін миға шабуыл деп алдық. Әр кезеңді ашу үшін маған басып отырамын. Мысалы, бірінші кезеңді ашу үшін осы зияткерлік бәйгеге басамыз. Осылай ашылады, ойнайық деп. Енді бұл жерде 10 сұрақ қойылды, одан да көбейтуге болады, ешқандай не жоқ, қазір айтам. Мысалы, дұрыс па қате ма, мысалы, Сахара емес деген сияқты, өтірік. Рас өтірік ойыны, бұл жерде мына жерде уақыт бар. Осылай ойната бересіздер. Енді бұл түсінікті деп ойлаймын. Міне, ешқандай не жоқ, түсінбейтін ештеңе жоқ. Уақыты бізде осылай. Сұрақтар енді факттер туралы көбінесе. Мысалы, мынандай пингвиндер тек Антарктидада ғана өмір сүреді дейді. Жоқ, Антарктида емес, басқа жерлерде өмір сүреді, дұрыс па? Яғни бұл өтірік дұрыс жауабы деген сияқты. Осылай ойната бересіздер. Енді нел дейді, мысалы, ол рас дейміз деген сияқты. Қалғандарын баспаймыз, былай өткізіп қалай екенін көрсетейін. 7-ші сұрақ. Сұрақтар барлығы жазылған. Қалған кезеңдерін көрсету үшін өткізіп жібере салайын. 10-шы сұраққа келгеннен кейін, келесіне басқан кезде бізді осылай қазір жаңа бал беретінге келтіреді осы жерде. Осы жерде мысалы 2 топ қанша ұпай жинады, сол бойынша бал бересіз. Мысалы осылай. Мына жерде 3000 теңге. Енді теңгемен не алады? Мысалы 5000 теңге жинады деген сияқты. Одан кейін келесіне басып, келесі екінші кезеңді ашамыз мысалы. Екінші кезең енді бұл жерде суреттер бойынша осылай 3 сурет болады. Мысалы, соның ойланып, бұл не екенін табады. Мысалы, бір сөз шығуы мүмкін, я болмаса мақал-мәтел. Енді мен мақал-мәтел етіп қойдым, негізі сөз қойсаңыздар да болады. Тексері бұл жерде білікті бірді жығады, білімді мыңды жығады. Яғни мақал-мәтелдер бойынша. Келесі деп осылай өткізіп кете береміз. Мысалы, мына жерде уақытты қосып қолдансаңыздар болады. Бұл тексеру деп жауабын шығарамыз. Вариантын айтады, тексеру деп жауабын шығара береміз бұлай. Міне, қазір осы жерде 6 қойылды. Ары қарай көбейте бересіздер, мысалы, осындай. Бізде соңғысы болу керек, 6-шысы. Одан кейін 3-ші кезеңді қазір көрсетемін. Енді мына жерде 2-ші кезең бойынша балдар беріледі, мысалы. Бұда мысалы мынандай деп, мысалы, оны бір параққа жазып алу керек болады. Сол бойынша балдарын жазып, осы жерде көрсетесіз. Одан кейін 3-ші кезең. 3-ші кезең осы ойнайық деп басталады. Сосын мына жерде былай шығады. Яғни бұл сөздің авторы кім деп осылай шығарады. Оқушы жауап береді, одан кейін тексеруге басамыз. Абай Құнанбайұлы, мысалы, оқушы дұрыс жауап берген болса, мынаған басамыз. Мына жерде уақыт бар, мысалы. Енді келесі тексеруге басамыз, жауабы шығады. Бұл жерде қате жауап берген болса, мынаған басамыз. Одан кейін мына жердегі келесі деп осылай өткізе береміз. Соңында 10 аяқтағаннан кейін общий бал беретін жерге келіп, мына жерден бал беріледі. Яғни 3 кезең бойынша қанша ұпай жинады деп, сол бойынша жеңімпазды анықтаймыз. Енді сұрақтарын көбейту үшін дублировать жасай бересіздер. Барлық слайд дублировать жасап, сұрақ саны көбейе береді. Ешқандай қиын емес. 30-40 сұрақ болса да болады. Мен қазір 10-10-дан анау кезеңде 6, яғни общий 26 сұрақ жасап қойдым. Ары қарай көбейтіп қолдансаңыздар болады. Осы шаблон керек болса, маған хабарласыңыздар. Назарларыңызға рахмет.